Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеомызда сіздерге жемістердің пайдасы туралы айтып беремін. Жемістер табиғаттың бізге берген ең үлкен сыйы. Оларда адамға қажет дәрумендер мен минералдар бар. Жеміс жесек ағзаға қуат береді, иммунитетімізді күшейтеді, ас қорытуымызды жақсартады. Олар жүрекке пайдалы, қан айналымын реттейді, теріні жақсартады, көңіл-күй көтереді. Жазда қарбыз бен қауын ағзаны тазаласа, қыста цитрустар суықтан қорғайды. Жүзім энергия беріп шаршауды басады, банан жүйкені тыныштандырады, ал өрік пен шабдалы көз бен сүйекке күш береді. Анар қан құрамын жақсартып, алма күнделікті денсаулықтың кепілі саналады. Киви, шие, алмұрт сияқты жемістер де дәрумендерге бай. Әрқайсысы ағзамызға жеке-жеке пайдасын тигізеді. Жемістердің тағы бір артықшылығы олар табиғи тәтті. Кәмпит, торт жегенше бір алмұрт немесе банан жеген әлде қайда пайдалы. Жемісте жасанды қант емес, табиғи фруктоза бар. Ол ағзаны шаршатпайды. Сонымен бірге жемістерде талшық көп, ол ішкі ағзаны тазалап, ас қорыту жүйесін жақсартады. Ғалымдар күніне кемінде 5 түрлі жеміс жеуді ұсынады. Бұл жүрек қан тамырлары ауруынан, семіздіктен, қант диабетінен сақтайды. Жеміс тек балаларға емес, ересектерге де өте қажет. Сондықтан дастарханымызда әрқашан жеміс болсын. Денсаулыққа жасаған ең қарапайым, бірақ ең тиімді қадам күн сайын жеміс жеу. Сондықтан күніне аз болса да түрлі жемістерді жеп жүріңіздер. Олар тек дәмді ғана емес, ұзақ өмір сүрудің, сергек жүрудің кілті. Қарапайым, бірақ ең маңызды нәрсе су жайлы айтқым келеді. Біздің денеміздің 70% судан тұрады. Сондықтан су өмірдің негізі. Су әр жасушаның жұмысына керек. Ол ас қорытуға көмектеседі, ағзадан уыттарды шығарады, теріні жас әрі таза қылады. Егер адам сусыз қалса, небәрі бірнеше күнге әлсірейді. Су ең арзан әрі табиғи дәрі десек болады. Көпшілік күніне 1-2 стакан ғана су ішеді. Ал оның зияны көп, бас ауырады, шаршау пайда болады, асқазан дұрыс жасамайды, тері құрғайды. Кейде адамдар шөлін су емес, шаймен немесе газды сусындармен қандырады, бірақ бұлар судың орнын баса алмайды. Ғалымдар күніне шамамен 1,5-2 литр су ішу керек дейді. Әрине бұл әр адамның салмағына, жасына байланысты. Спортпен айналыссаң немесе күн ыстық болса, су одан да көп қажет. Ең бастысы шөлдегенде күтпеу керек. Шөл сезілмей тұрып та аз-аздан су ішкен пайдалы. Дұрыс су ішу ережелері. Таңертең ұйқыдан тұрған соң 1 стакан жылы су ішіңіз. Бұл ағзаны оятады. Әр тамақ алдыңда 15-20 минут бұрын су ішсеңіз, ас қорытуға көмектеседі. Бірден көп ішпей, күні бойы аз-аздан ішкен дұрыс. Газдалған тәтті сусындардан гөрі қарапайым суды таңдаған пайдалырақ. Су ең қарапайым, бірақ ең ғажайып нәрсе. Күн сайын дұрыс мөлшерде су ішуді әдетке айналдырсаңыз, денсаулығыңыз жақсарады, энергияңыз көбейеді. Өмірде ең пайдалы әдеттердің бірі суды дұрыс ішу.